Оны қалаларды дамыту бағдарламасы жүзеге аса бастаған. Міне сол бойынша өңірлерде атқарылған жұмыстар сараланды, алғашқы нәтижелер белгілі болды. Халықаралық форумға премьер-министрдің бірінші орынбасары, өңірлік даму министрі Бақытжан Сағынтаев та қатысты. Шағын қалаларды шындап дамытамыз. Халықаралық форумның негізгі ұстанымы осы. Бүгін Курчатов қаласына еліміздегі барлық 27 моноқаланың әкімдері жиналып, өздерінің шағын шаһарларының келешектегі келбеті және алдағы уақыттағы даму жоспарларымен таныстырды. Сондай-ақ Ресей және Германиядан келген әріптестермен тәжірибе алмасты. Ядролық технологиялар паркінің бірінші қабаты бір сәтке моноқалалардың стендтері орналасқан үлкен көрме залына айналды. Онда осы шаһарлардың тірлігін жандандыратын қанатқақты жобалар көрсетілген. Мысалы, Курчатовта радиоактивті қалдықтарды сақтау бойынша республикалық орталық құру жоспарланған. Бәрі дайын, ТЭО істелген. Қазір бізге проектке ақша берсе, жылда бәрі. Жобаның құны 7 миллиард теңгеге жуық. Жүзеге асып жатса, Курчатовта жүздеген адамға жұмыс орны ашылады. Материалдық база және білікті мамандар дайын. Мұндай ірі жобаларды еліміз бойынша бірнеше моноқала ғана іске асырмақ. Ал қалған шаһарлар ұсынған жобалардың дені жеңіл-желпі жасалған. Алдағы болашаққа деген көзқарас жоқ оның ішінде. Негізгі жұмыстың бәрі бүгінгі күннің тіршілігін шешу. Бүгінгі жолды жөндеу, құбырды ауыстыру, тағы да сондай мәселелерді алып қала қойды. Ал ертеңге қалай күнкөрісіміз болады? Ертеңде осы қаланың болашағы қалай дамиды? Ол төңірегінде ешбір мәселе көтерілмей тұр. Моноқаланың дамуы тікелей оның басшысына қатысты. Бақытжан Сағынтаев біраз әкімнің жұмысын сынға алып, моноқалаларды дамыту мәселелері үкіметтің қатаң бақылауында тұрған ескертті. Жұмысты жасай алмағандарға өзгелерден үлгі алуды ұсынды. Бұл бағытта Германияның Лайнефельді қаласының тәжірибесі мол. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін қаламыз құлдырауға ұшырап, жағдай өте нашар болған. Оны дамытуда негізінен 3 принципті басты назарда ұстадық. Ол жұмыс орындарын ашу, жайлы өмір сүруге жағдай жасау және экология мәселесін түзеу. Қазір Германиядағы ең қарқынды дамыған қалалардың біріне айналдық. Форум барысында моноқалаларды дамыту жолдары жан-жақты талқыланды. Құр сөзден нақты іске көшу керек деді өңірлік даму министрі. Бұдан соң Бақытжан Сағынтаев Курчатов және Семей қалаларындағы бірнеше кәсіпорындарда болып, жұмыстарымен танысты. Шығыс Қазақстаннан Берік Көшербаев, Ермек Иманғазы, Қазақстан ұлттық арнасы. Қарағанды, Павлодар және Шығыс Қазақстан облыстарында биыл 180